Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ағайындар, бауырлар, біреулеріңізге хат тиіп кетсе кешіресіздер, бірақ мынау сайтанның сідігі арақ. Ұстауға да жеткен нәрсе. Осыны мынау аты Хасан ақылды. Осы ішемекен көрейікші осыны. Арақты ішемекен көрейік. Ашып жатырмын. Аштым. Кел. Мына арақ құйдым. Іш. Арақты ішпейді екен. Сонда мына қараңыздар. Мына иттің ақылы жоқ. Жігіттерге қабыл оламайды. Мазасына ішпейді дейске. Ит ішпейтін суды адамдар қалай ішеді деймін да мен. Мына иттің ақылы барлық нәрсеге жетеді. Бірақ мен сіздерге айтайын. Қараңыздаршы мына иттің. Мына бутылкасын алып кел десем алып келеді осы ит қазір. Сонда кімнің ақылы бар, кімнің ақылы жоқ. Ақылы бар адам мына ішпе деп шариғатта ғафилет бергенде бұларға шариғат түсінбейді ғой. Бірақ иттің өзі ішуге қауқары жоқ. Сіз сөзін ашып ит ішпейтін нәрсені неге ішесіздер деген сөз. Мына иттің ақылын қараңыздаршы, мына иттің ақылын. Мына бутылканы алып кел десем алып келеді. Бірақ менің ақылым ішпейді. Бірақ ақылы бар, мынаны алып келеді. Сонда ит ұлым ақылы жоқ па деймін ба? Хасан алып кел мынау. Қараңыздаршы. Акай, іше! Алып кел дейді. Көрдіңіздер ма? Арақтың ыдысын әкелмейді. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар мына. Мынаны алып келеді өзі. Ішпек түгілі қасасын ұшамайды. Ыдысын көрдіңіздер ма? Датабо. Ит ыдысын тістеп әкелмейді. Енді мынаны қараңыздар сіздер. Мына қыз қараңыздар. Хасан мынаны әкелмейді. Құдайдың құдіреті. Аллах тағалам ит ішпейтін нәрсені, иттің ыдысын әкелмейтін нәрсені көрдіңіздер ма? Міне енді мен сіздерге тағы да өтіріңдер. Бұтылкасын әкелмейді. Дамайды да істемейді, көрдіңіздер ма? Міне мынаны сөйбет тастайық, Хасан әкел бар. Молодец, міне. Көрдіңіздер ма, Ақшылы ағайындар, бауырлар. Ит бұтылкасын да істемейді. Ішпеңіздер. Ақылы бар адамдар арақ ішпейді. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.